Жас ұстаз табысқа апарар жол. Бүгін Талдықорғандағы физикалық математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде ұстаздар арасында аймақтық форум өтті. Оған облыстағы жалпы білім беретін мектептердің жас педагогтары қатысты. Облыстық форум жауапкершілігі жоғары мамандықты меңгеріп, еңбек жолын жаңа бастаған педагогтар үшін таптырмас мүмкіндік. Шараның мақсаты жас ұстаздардың біліктілігін арттыру, әдістемелік тәжірибе алмасу. Жиынға 130-ға жуық мұғалім қатысты. Бұл форум жастар үшін өте қолайлы форум болып саналады. Себебі жастарды ауызбіршілікте, топтылықта, көпшілікте жұмыс жасауға арналған тақырыптар. Және де бұл форумның ең маңызды жақтары жұмысқа енді кірген жастарды жетілдіру үшін сабақтың берілу жоспарлары ұсынылған. Мысалы, актив спорт, АКТ-ны қолдануда, кейбір оқушылардың, кейбір мұғалімдердің сабақ беру тәсілдерін жақсартуға және де жас мамандарды жеңілден сабақты жеңілдірек беруге қызықты қылуға арналған форум жыл сайын қайталанса екен деп ойлаймын. Жиын қатысушылары түрлі тақырыптық алаңдарда бас қосты. Атап айтсақ, сабақ құрастыру, функционалды сауаттылық, инклюзивті білім беру сынды өзекті тақырыптарда ой қозғады. Сонымен қатар эмоциялық мәдениет тренинг мен шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Форум педагогикалық шеберлік орталығы бүкіл республика көлемінде қазір толық бір мезетте өтіп жатыр. Бұл жердегі басты мақсат жастардың кәсіби дамуына ықпал ету, жастарға қолдау көрсету, оның ішінде әдістемелік қолдау көрсету, жоспарлау үдерісінде эмоционалдық мәдениет, қалай біз жоспар құру арқылы оқушыларға жақсы білім бере аламыз. Міне осы бағытта өте жақсы шара өтуде. Облыста 342 мектеп бар. Оның 338-і мемлекеттік жалпы білім беретін, 3-еуі жекеменшік және Назарбаев зияткерлік мектебі. Мамандар ақпарынша өңірде 39 мұғалім жетіспейді. Информатика, математика, физика, химия, ағылшын, орыс тілі мен әдебиетінен мұғалімдер қажет. Ернұр Мадет, Мади Байбосынов, Талдықорған.